отырамыз, мектепте отырғанда мына жерде қызыл повязкасы бар. Ол кезде тазалықшы деген болатын, қазір заман күшті ғой, Аллаға шүкір. Ондай жоқ қой, қазір тазалықшы деген, бәрі таза ғой, шүкір. Мына жерде қызыл повязкасы бар, бір 3 қыз кіріп келетін дейді. Біреу сельсоветтің қызы, біреу әкімнің қызы, біреу мектеп директорының қызы. Олар басқарайды кәдімгі. Олардың басын ешкім қарап жатқан жоқ, Құдай білсін. Үшеуі кіріп келген кезде бар ғой, бүкіл мектепті директордан өйтіп қорықпайсың, ана үшеуінен қорқасың бар ғой. Бірдеңе шығып тауып алса бәлеге қаласың кәдімгі. Ана кіреберісте Стен газет деген бар, соған іліп қояды. Линейкаға шығарады, бір олимпиаданың чемпионы болып келгендей кәдімгі. Сонда аналар келіп бүйтіп қарап отырған кезде бәрін қарап отырады. Ойбай, мені ұмытып кетсе екен, мені ұмытып кетсе екен деп отырасың. Ұмыта ма олар? Кезек саған келеді, мына жерден бүйтіп қарап отырған кезде ішіңнен айтып отырасың. Мына жаққа кетіп қалса екен, мына жаққа кетіп қалса екен. Табылмаңдаршы, пожалуйста, табылмаңдаршы, мына жаққа кетіп қалса екен деп. Сондай замандар болды ғой деймін де қызық. Сонда үйге келесің, үйдегілерге айтатын шығар енді. Свет жоқ, шам жағып қояды. Мамаң ақ орамал жайып жібереді. Бәріміздің отбасымыз сондай болды ғой. Сонда үкімет шығарған ғой. Қазір жоқ қой, үкімет шығарған биттарақ деген болатын. Сүйектен бе бірдеңеден жасаған жаңағы. Маман қылышын алып шыққанда алып шығады, деп жаңағы. Тараған кезде ойбай, ат жарысы секілді бит жарысы болады ғой кәдімгі. Убийца үйдің кенжесі, әне кетті, дұрыстап қарасайшы, неғып отырсың деп жаңағы. Қазір күліп отыр, ұмытып кеттік те. Қазір бит жоқ басымызда, бірақ кредит. Кей кезде ойлап қоясыз, бит жақсы еді, құрсы кредитке қарағанда деп жаңағы. Сол заман, ұмытып кеттік қазір. Қазір вроде бәрі бар. Бірақ көңіліміз бұрынғыдай емес та. Что-то бірдеңе бір жетіспей тұрған сияқты бүйтіп тұрамыз да біз. Расымен сондай. Вроде бәрі бар, Аллаға шүкір. Бірақ бірдеңе жетпейтін сияқты болып тұра ма? Мен өзім қараймын ғой, қоғамда сөйлесіп отқанда бір ренжулі ма, білмеймін. Вроде бәрі нормально ғой деймін. Шүкір ғой. Заманымыз жақсы. Кредит төлеп беріп жатыр 300 мыңнан. Біз өзімізден де бар ғой деймін ғой да. Бір банктан 300 мың төлеп беріп жатса, екінші банктан 300 мың алып жатыр ғой қайтадан деймін. 20 мың төлеп беріп жатыр.